Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көк помидордан жасалатын салаттың жасалу әдісін көрсететін боламын. Бұл салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Жасалғаннан кейін езілмей өзінің пішінін жақсы сақтайды. Кез келген тағамдармен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жеген кезде гүтірлеп тұрады, иісі де өте керемет шығады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен көк помидорымызды видеода көрсетілгендей етіп жұқалап тураймыз. Міне осылай кішкентайларын домалақ қылып турасаңыздар болады. Келесі қызыл болгар бұрышын соломка етіп тураймыз. Екі дана ашты бұрышты майдалап тураймыз. Ең соңынан зелень мен укропты майдалап турап қосамыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте қарапайым. Қарап отырғандарыңыздай бәрін турап саламыз да, тек қана тұздарын салып араластырып қоямыз. Ешқандай да қайнатпаймыз. Енді чесногымызды езіп қосамыз. Жарты стакан сұйық май құямыз. Жарты стакан құмшекер қосамыз, және де 3 ас қасық тұз қосамыз.
Енді уксусымыздан 50 граммдай қосамыз. Уксустың проценті 9% болуы керек. Енді ең соңынан жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бетін тарелкамен жауып, үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Өзінің суығы шығып, тұздары бір-біріне араласып маринадталып тұруы керек. Яғни осылайынан бір түнге қалдырып қоямыз. Міне осылайынан өзінің соғы бөлініп шығады, ешқандай да су қоспаймыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Банкаларымызды алдын ала жуып тазалап аламыз. Салатымызды жақсылап араластырып, банкімізге құямыз. Осылайынан үстінен тығыздап отырып саламыз. Соңында қалған өзінің согын банкіге құямыз. Осындай резинка крышкаларымен жабамыз және де салқын жерде холодильникте сақтаймыз. Мінекей осылай оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.